Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге асқабақтан салат дайындаймыз. Мен асқабақты духовкаға 150 градуста 1 сағат пісіріп алдым. Енді астындағы қабығын алып тастап, салатқа турайтын боламыз. Дәл осылай асқабақтарымызды үлкенде қылып турап аламыз. Салат жапырақтарын қолымызбен бөліп саламыз. Екі піскен қызылшамызды да үлкенде қылып турап саламыз ыдысымызға. Ал енді үстіне творожный сырымыздан 5-6 қасық салатын боламыз. Тұзымызды салып аламыз. Оливковый масламызды қоямыз үстіне. Енді жайменен кішкене араластырып аламыз. Ал достар, салатымыз дайын. Үстіне күнжітімізді сеуіп аламыз. Әсемдік үшін бальзамический соус кремді де жағып шығамыз. Видео жасап көріңіздер. Диета ұстайтын кісілерге арналған салат. Дәмді ас болсын.